Мақтан үшін мал жима, жан үшін жей, қазаққа көз сүзбестің қамы үшін жей. Арың сатпа, терің сат, алалды ізде, ғибадатпен адалдық ар үшін жей. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың. Ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салған мен сары уайым, тілегенің турама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесін сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш салғырт салақ, оған арам харекет ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жылы орын, тәтті тамақ. Егін сал, не сауда қыл, малыңды бақ. Білім білмек әр іске шебер болмақ. Қол өнерден пайда қыл, үйрені бақ. Кетпес дәулет осы ғой, Құдайға хақ. Қол өнер өзің өлсең бірге өледі, сонда дағы қалғандар үйренеді. Сен кетсең де өнерің елде қалып, талай жанға азық пен мал береді. Әрі ермек, әрі пайда, әрі дұрыс. Демейді қол өнерді ешкім бұрыс. Көрінгенге көз сатып жалынғанша, күндік өмір қалса да соған тырыс. Деп ойлама бұйрықсыз дәулет қайда, жалықпай талап етсең дайын пайда. Адал қол аштан өлмес, құры қалмас. Жүрген алар деген ғой бір Құдайда. Талаппен адал істі істемек біз, тапсырдық бір Аллаға біз демек біз. Ындының таза болса именбеңіз, дәулетті осылайша іздемек біз. Құдайдан арам істі тілемек жоқ, үйтсең тиер кеудеңе бір жаман шоқ. Ұялмай Құдай атын атаймысың, нәпсіңе еріп жеп жатып бір арам боқ. Құдай таза жаратты, сен таза бол. Оқсаң анық айттым ғой, бұл тура жол. Мақтан күлеп арамнан мал жинасаң, орның дозақ, сорлы сен, айтқаным сол. Шәкәрім Құдайбердіұлы.